Бақытты отбасы өздігінен орнай салмайды. Оған екі жастың еңбегі мен маңдай тері ауадай қажет. Ендеше өзгелер қызғана да қарайтын отбасы болу үшін не істеу керек? Бірінші, сабырлық. Ашу дұшпан, ақыл дос деген. Қандай қиын жағдай болмасын, сабырлық танытып, қиыншылықты бірлесіп жеңуге тырысу керек. Қасиетті Құранда сабырлыларға аса үлкен сый бар екендігі айтылған. Екінші, мейірімділік. Жылы сөз жан жылытар. Ал қатыгездік екі жанды алшақтатып, жек көруге алып келеді. Бұл тұрғыда адамдардың асылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге үлгі болып табылады. Үшінші, сырласа білу. Төртінші, түсіністік. Белгілі бір мәселені шешуде ашуға емес, түсінікке жүгінген дұрыс. Ол барлық мәселелерді шешудің кілті. Бесінші, қаржылық мәселелер. Жасыратыны жоқ, ұрыс-керістің көбі осы ақшамен байланысты болып жатады. Тіпті кейбір отбасылар ажырасуға дейін барады. Сондықтан қай ақшаны қайда жұмсағандарыңызды, керек-жарақты түгендеу сияқты сұрақтарыңызды ерлі-зайыптылар бірлесіп шешкені дұрыс. Менің ақшам, менің айлығым деген ұғым отбасында мүлдем болмауы тиіс. Алтыншы, сыйластық. Сыйластық сүйіспеншілікке алып келеді, ал сүйіспеншілік бақытты отбасы болудың кепілі. Жетінші, еркіндік. Әр адам жеке тұлға. Сондықтан жұбайлар отбасылық мәселелерге байланып қалмай, өзін-өзі жеке тұлға ретінде дамытуға, көңілі қалаған іспен айналысуға құқылы. Бұл жерде еркіндік деген әркім өз білгенін істеуге болады екен деген сөз емес. Керісінше, бір-біріне қолдау көрсетіп, рухани дамуына мән беру керек деген сөз. Сегізінші, алға мақсат қою. Әрбір істе Алла қаласа деп жақсы ниетпен кірісу. Жоспарлар жасау, балаларға жайлы өмір сыйлау ата-ананың басты міндеттерінің бірі. Достар, видео ұнаса арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.